Жаратқан Құдай пәндесі ай жалғанды аманат бір сен тәндесін мақлұқатты дай молдалар бір тәңірден өргесін өткінші жалған дүниенің ойланыс қайтып келмесін атан жүрген жолына бала бірнағып көмбесін екі ләшкер жолықса елеулі болған ергесін талпынып тұрған бедебат талас болған жердесін жақсы мінілпат болмаған не парықты тергесін ишарат қып айтқан сөз көкіректі көзгесін құлақ салып тыңнаныс майлының айтқан ақыбы етермесін көтерелер әруағым ай халық қалап қолдаса тесік ағаш түзілер тезге салып морласа ақ түйген қыз сілегер алдын шайып торласа арғымаға шығылар алдын қасып орласа әркім болар ағайын дастарханым мол болсай баладан туған не пайда сінді қолдан алмаса бірін-екі болады сінді құдай ондаса жігіттің бағы қайдағы ағайын жұрттың ақабы алдаса жоқшылық жаман жалғанды ай кедергі болар ісіне өрттелген сай болса қару қосар күшіне жоқшылық ете жасқан шақ бер алмай сүйген кісіге өдесінен шыға алмай мәміле қылған кісіге шешініп сөйлеп кіре алмай көпшіліктің ішіне әттен демен жүресін тісінде басып тісіне соқтындағыны армандабы барлардың өтер ақабы есіне ашылсын бұлақ көмбеді сөз сөйлейін термеді қарыздар болсан жаманнан жүгіріп келер дембеді мен де тудым атадан артықсың ба сен менен деп шықпайма кейнадан мұрнын астын көрмеген болымсыз туған бос бала басына батпан міні боп кісі айыбын тергеген дәулет бітсе жаманға сәлем берел жен мені алдындағы жақсылар ақын сөйлеп өрлеген ақын елдің тұлпары кетпейтін басы кермеден көрге көргенен сон сөздерді көңілім өсіп шелдеген ей ағайын көңілім өсіп ақабы желдеген